Апа, мына жагдайды естип жатсыз ғой, балаңыз азыр күдүктүү иретинде болуп тур. Өйтіп тәрбиелеген жоқпын. Балам тәртіпті жаңа ондай жолға барды деп ойламаймын. Құдай сақтасын. Сенбейсіз баяғы? Мүмкін емес, ол мүмкін емес. Сенбеймін мен, мүмкін емес. Ол әкесі қатты, әкесінен қорқады негізі. Мүмкін емес. Бірақ Наурызбен жақсы сөйлеседі. Оны мойындаймын. Айтып құда бала ғой соғып жатқан. Не амандық па, аман, иә. Онда жүр екен, ауылға еп барды деп айтады, Ақбаян айтып жатады. Наурыз келіпті ғой деп. Ондай жамандыққа қимаймын, балам тәрбиелеген жоқ. Наурызбен жақсы сөйлеседі деген қалай ол? Жақсы енді бұл. Үнемі қарым-қатынаста бола ма? Жақсы, ауылдан келіп жатыр дейді, Наурыз келіпті ғой дейді. Сондай естіп қалам ғой енді. Мен Аманбекен ауыл деймін. Мына хабарды естігеннен кейін сіз СМС жаздыңыз ба балаңызға? Телефон соқтыңыз ба? Соқтым. Мен кеше полиция естіді, айттым. Жүзу жүрсімен, жақсы жүрсімен не жағдай болып жатыр. Мені мазалап жатыр полициялар. Не болып жатыр, балам дұрыстап жүрсін. Ешкім ала жемін аттама, жақсы бол. Мен саған ештеңе неткені балдарың аман есен. Алды ма телефоныңыз? Соны алдым, бірақ ол оқымапты.